Әулиеаталық әлеуметтің әлеуетін арттыру үшін бүгін шаһардағы бірқатар мекемелер бірігіп жәрмеңке ұйымдастырды. Бұл жолғысы мемлекеттік қызметтер хақында. Аталған шараның басты мақсаты мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің ашық түрде өтуі және қарапайым халыққа тиімді болуы. Толығырақ ақпар жинаған тілшіміз баяндайды. Мемлекеттік қызметтерді қолжетімді әрі сапалы көрсету мақсатында аталған шара аясында онлайн қызмет көрсету мүмкіндіктерін кеңейту мен оның алдын алу бойынша кең ауқымды жұмыс жүргізіліп, қалалық әкімдік бөлімдері халыққа толық ақпар беріп, мүмкіндігінше қызмет көрсетті. Келушілер де ой елегінде жүрген күрделі мәселелердің жауабын ала алды. Бүгін Керепатарда қалалық әкімшіліктің ұйымдастыруымен жұмысқа қабылдау туралы жаңағы шешім қабылдау. Сонда жәрмеңке өтіп жатыр. Мінекей бұл жәрмеңке біраз халықтар келіп жатыр, жұмыс сұрап. Басқа да сұрақтары бар. Міне осындай шара ұйымдастырған қалалық әкімшілікке бәріне рахмет айтамыз. Жәрмеңке барысында азаматтарға мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сұранысқа ие салалар бойынша қажетті консультативтік әдістемелік көмек берілді. Атап айтқанда жер қатынастары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сәулет және қала құрылысы, білім беру, халықты жұмыспен қамту орталығының мамандары қарашаның сұрағына барынша жауап берді. Өздеріңіз көріп отқандай халықтың аяқ алысы жаман емес. Өздеріне қажетті мемлекет көрсетілетін қызметтер саласында көкейде жүрген сұрақтарына мардымды жауаптар алады деген сенімдеміз. Сонымен қатар болашақта болатын осыған тән іс-шараларға Тараз қаласының аудан тұрғындарының барлығын қатысуға шақырамыз. Айта кетсек, жыл басынан бері мұндай жәрмеңкелердің 40-қа жуығы өңіріміздің әр ауданда өткізілген. Алдағы уақытта да өз жалғасын табады дейді жауаптылары. Дархан Бақтыбек, Санат Аралбек, Jet News.